Балалар, бүгін сабағымыз 58-ші сабақ сөйлемдегі сөздердің байланысы дейді. Мәтін мазмұны бойынша сұрақтар қоя аламын. Сызба бойынша сөйлем құрап жазамын дейді. 30-шы атту. Мәтінді түсініп оқы. Бір аптадан бері аспанда бір шөкім бұлт болмай, күн қатты ысып кеткен еді. Бүгін таңертеңнен бері аспанда ала бұлттар пайда болды. Олар бірте-бірте қоюлана түсті. Артынан жаңбыр нөсерлете құйып берді. Сонда бұл қайдан пайда болды? Жаңбыр неге сонша қатты жауды? Күннің қызуына жер бетіндегі сулардың беті буға айналады. Аспанда көтерілген бұл түрінде су түйіршіктеріне бір-бірімен қосылып бұлт болады. Бұлт қоюланған сайын су түйіршіктерін ауырлай береді. Олар әбден ауырлап қайтадан жерге құлайды. Міне жаңбыр дегеніміз осы. Балалар, мәтін жаңбыр туралы. Жаңбырдың қандай пайдасы бар? Жаңбырдың жерді көгертіп, егінге, адамдарға бәріне пайдасы мол екен, тіршілік иесінің бәріне. Мәтін мазмұны бойынша сұрақтар қой. Балалар, жаңбыр қайдан пайда болады? Бу дегеніміз не? Жаңбыр дегеніміз не? Осы сұрақтарды қойсақ болады. 31-ші атту өлеңдердегі сурет атауларын сөзбен жаз дейді. Кейде балалар, міне қараңыздар, 31-ші атту. Міне, кейде мөлдір ауаны бұлт келіп жабады. Жаңбыр бұлттан тамады, қарда бұлттан жауады. Міне, кейде мөлдір ауаны бұлт келіп жабады. Жаңбыр бұлттан тамады, қарда бұлттан жауады. 32-ші аттуды. Енді 32-ші аттуы сіз балалар бойынша сөйлемдер құрап жаз дейді. Балалар, қараңыздар, үстіп жазамыз. Қар жауды. Не жауды? Қар жауды. Міне, оқушылар мектепке келді. Оқушылар кімдер? Оқушылар қайда келді? Мектепке келді. Үстіп, міне, сызба бойынша құрасаңыздар болады. Үшіншісі, сары өрік жедім дейді. Сары өрік. Қандай өрік? Сары. Өрік жедім. Не жедім? Өрік. Міне, өрік жедім. Не жедім? Өрік жедім. Сары өрік. Қандай өрік? Сары. Міне. Енді балалар, келесі бізде 33-ші атту өзен, көл туралы жұмбақтар құрастырып көр. Ол үшін төмендегі жұмбақ құрастырып кестесін басшылыққа ал дейді. Қандай? Әдемі, мөлдір. Не істеді? Сылдырлап ағады, балықтар жүзеді. Осындай тағы не бар? Жылға, аквариум. Көмекші сөздерді емес. Балалар, әдемі, сылдырлап ағады, міне, әдемі сылдырлап ағады, жылға емес. Мөлдір балықтар жүзеді, аквариум емес. Бұл не? Әрине, бұл өзен, балалар. Міне, балалар, міне, сызба бойынша бұлай құрастырсақ болады. Тұнық болып тұрады, бұлақ емес. Өзендер келіп құяды, егін емес. Егін деген ісі, деген әріп, егін емесе, көл екен, балалар. Бүгін сабағыңыз түсінікті болса, келесі сабақта кездескенше сау болыңыздар.